Шымкент іргесінде орналасқан Сайрам өңірі тарихи тамырын тереңге жіберген көне ескерткіштерге бай, қасиетті де қастерлі мекен. Ел ішінде сансыз баптар ордасы деп аталатын бұл жер 11 ғасырда Орта Азиядағы ислам дінінің ошағы болған дейтін деректер де бар. Оны Тұран даласында ислам дінін дәріптеп, халыққа хақ жолын нұсқаған сопы дәруіштер айғақтап тұр. Жазба деректерде 7 ғасырдан ақ белгілі өңір кейінірек жазылған Махмуд Қашқаридың Диуани лұғат ат-түрік еңбегінде де кездеседі. Сөз басында атап өткеніміздей, Сайрам өңірі бір кездері қарыштап дамып, мәдениет пен діни білім ошағына айналған, даналықпен дараланып, ел ішінде аты шыққан сопы тақуа, әулиелер көп болған, санап санына жетпейсің дейді ел. Соның бірі Ибрахим ата. Аты алталаштан асып жер жаһанға түгел тараған атақты діни көсем Қожа Ахмет Яссауидің тәлімгері, яғни әкесі. Тек дәулеттен түлеп тәлім тәрбие алған Ибрахим ата басына кие қонып қасиет дарған, тылсым күштерге ие әулие болған дейтін аңыздар кездеседі. Елім деген ерді елі де құрметтеп төбесіне көтерген. Өйткені Ибрахим ата мал дүниесін қызғанып, елге сараңдық танытпаған, қол ашық, жаны жомарт азамат, шексіз дүниесін ел игілігіне жұмсап, халық мүддесін күйттеген, баймын деп бәлсінбеген, абыройым бар деп асып таспаған. Көмек сұрағанды кері қайтармай, жарлы Жақыбайды жебеген, дімкәсті демеген. Ел жұртқа шапағатын тигізіп, артынан ергенді ар жолына бағыттаған. Ер есімі ел есінде сақталып, 15 ғасырда халық Ибрагим атаға арнап зәулім кесене тұрғызады. Бірақ түрлі себептерге байланысты кесене әлденеше рет қирап, құлап қалған. Қазіргі келбеті 19 ғасыр ортасына қарай қайта қалпына келтірілген нұсқасы. Кесене бір камералы, шаршы түріндегі бір орын жайы бар 2 деңгейлі құрылыс. Оңтүстік жағында кіреберіс, батыс жағында ағаш жақтаулы терезе орналасқан. Ішкі қабырғалары әрленген, едені кірпішпен қапталып, үстінен цемент араластырылған балшықпен сыланған. 50-ші жылдары күмбез құлағаннан кейін кесене төбесі ақ жапырақты қаңылтырмен қапталып, ортасына ұшы сүйір мұнара орнатылды. Ұзақ уақыт бойы жолдың шетіндегі төбеде тұрған кесене қатерлі жағдайда болды. 90-шы жылдары кесене негізін топырақ қаптармен бекітуге қаржы бөлініп, қатер сейілтілді.